Так, сәлеметсіздер ме? Ең алдымен Google-ға кіреміз, Canva дегенді басамыз. Дәл осы сайтқа кіреміз. Gmail.com арқылы тіркелу керек болады. Естеріңізге сала кетсем, сосын мына жерде WordCreate деген мына жерде жазылып тұрады, плюстік. Вот, соны басасыздар да, мына жерде жазасыздар, мысалы, визитка деп. Визитка. Вот. Визитка деп жазғаннан кейін осына бір сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін дәл сіздерде осылай мысалы ашылады. Міне, енді осы жерде сіздерге вот таңдасаңыздар болады визитканы өздеріңіз. Қандай мысалы ұнап тұр, соны мен біріншісін таңдаймын. Ой, екі бетті де мынаны таңдайын. Так. Мына бет керек емес, мысалы мына беті ғана керек. Осы жерге мысалы жазамыз, қандай тақырыпқа байланысты, мысалы тарих дей салайын. Иә, тарих болсын. Енді осыны мысалы жүктеп алу керек болады. Және мынаны өзгертуге болады. Мысалы элемент деген ішіне кіресіздер да, мысалы тарих деп жазыңыз мұнда. Соған байланысты сіздерге мысалы әртүрлі нелер суреттер, графиктер жасап береді. Вот. Тарих дегенге мысалы вот это кішкене. Тағы қандай сурет алуға болады? Так. Вот это. Бірақ екі хат бар. Түрлі шығар. Так. Вот это может. Кішкене биология кетіп қалады деген да. Да, биология кетіп қалатын сияқты. Вот это болсын. Нормально. Вроде. Тарихқа байланысты болсын. Қазақстан тарих дейін. Қазақстан тарихқа байланысты. Так, мынаны астына қойып, кішкене төмендетіп жіберейік, бүйтіп. Вот так. Қазақстан тарих. Енді бөлісу деген таңдайсыздар да, жүктеп алу дегенді басасыздар. PNG форматта жүктеп аласыздар. Суретіміз жүктелді. Вот жүктеліп жатыр. Енді бізге осы жерде мысалы керек болады 3D адамның кейпі, мысалы өзіңіздің 3D нұсқаларыңызды жасаңыздар болады. Ол үшін біз кіреміз, аватар дегенге кіресіздер. Осы тұрған мына бір сайтқа кіресіздер, сары түсті және қара түсті аралас, екеуі бірге. Вот, соны таңдайсыздар мынаны. Мен ссылкасын тастап кететін болам. Сосын мына жерде бастау деген таңдайсыздар мысалы. Бұнда Gmail.com арқылы тіркелу керек болады. Мысалы мен Gmail.com арқылы қазір. Бұл менің негізі аватарым. Қосымша өз мына жерде басқан new аватар деп таңдасаңыздар болады. Камера деген таңдаймыз. Мына жерде Gmail код шығады. Осы код телефондарыңызға ұстайсыздар. Вот так. Ұстағаннан кейін ашылады телефонға, егер кішкене сізде көріп жатса. Так. Вот сіздерде дәл осылай шығады. Келесі деген таңдайсыздар, міне. Еще. Вот қазір. Келесі, мысалы, жарықтық. Вот. Адамның телефоны, мысалы, ровно тұру керек. Сол көсте төменге түсірмеу керек. Вот. Оңға, солға және алдыңғы жағықтарыңыздан былай суретке түсіру керексіздер. Очки болмайды. Вот енді скан деген таңдайсыздар. Мысалы, ер адам ба, әйел адам ба, соны таңдайсыздар. Әйел адам келесі деген басасыздар да. Еще келесі. И өзін суретке түсіресіздер осылай. Вот. Оса түстім. Енді солға қара. Тағы. Все. Осылай суретке түскеннен кейін келесін басасыздар. Жүріп жатыр. Міне. Вот. Все.
Енді бізге қазір 3D-мізді істеп беретін болады. Кішкене күту керек. Осылай күтеміз. Вот біздің 3D-мізді істеп берді. Осы жерде мысалы аэродром болса, жаңағыда бастапқыда аэродромды көрсетіп кетуіңіз керек. Енді өзіңіздің дене бітіміңізге байланысты таңдасаңыздар болады. Так, сосын мына жерде мысалы не істеуге болады? Шашты өзгертуге болады. Вот. Қысқа, ұзын деген сияқты, мысалы шаш өрілген, сол бойынша өздеріңіз жиналған, сол бойынша өздеріңіз таңдайсыздар мұнда. Шаштың түстерін өзгертуге болады, мысалы қоңыр, қара түс, мысалы менде қара түс болды. Вот. Енді осы жерде, мына жерде мысалы киім түсін өзгертуге болады. Вот. Киім түстерін өзгертуге болады, басқа киім таңдауға болады, аяқ киім, очки таңдауға болады. Вот. Өзіңіз очки қойсаңыздар болады. Вот, аяқ киім өзгертуге болады, и анимация жасауға болады. Вот, билеп жатқан анимация, мысалы төбелесіп жатқан анимация сияқты, мысалы жай ғана тұрған анимация бар. Вот, мен қазір сіздерге көрсетемін. Вот так. Мынаны таңдаймын. Ойланып түсіндіріп жатқан сияқты кішкене келеді. Поэтому осыны таңдадым. Сосын мына жерде жүктеп алу деген болады. Жүктеп алуды басасыздар. Анимация ретінде жүктеп алу деген таңдайсыздар мұнда. Вот, жүктелді менікі. Енді осы жерде вот біз өзіміздің жаңа визитканың сыртын жасадық, и аватарымызға өзіміздің визиткамызға аватар жасадық. Енді осыған мысалы тағы басқа да мысалы 3D нұсқалар керек болуы мүмкін, Вот соны біз тауып аламыз. Sketchwab'тан жүктеп алуға болады, немесе Mechai деген сабақтарымызда қарайтын болсаңыздар, вот сол жерде негізі 3D нұсқаларды жүктеп алуға болады, Солдат деп мысалы. Осылай, Осы жерден қажетті өзімізге визиткаға қажетті 3D-ларды жүктеп алуға болады. Так, ол сабақтарда айтылған. Енді мен сіздерге қазір көрсетемін қалай визитканы жасауға қажетті сайтты. Запар деген болады. Вот это. Осы тұрған бірінші сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін жоғарыда тұрған мына бір екінші тұрған. Осы жерде Zapworks Designer деген болады. Осыны таңдайсыздар. Логин дегенді басасыздар. Мысалы менде мұнда Gmail.com арқылы тіркелесіздер, и сіздерде көрсетеді, мысалы қайда жұмыс жасайсыз, мысалы колледжде жұмыс жасайсыз, білім саласында деп көрсетіп кету керексіздер. Сосын мысалы ол жерде қанша адам жұмыс жасайды, мысалы 50-ден 100-ге дейін деген сияқты көрсетіп кету керексіздер. Сосын мысалы сен Blender'ды білесің ба, Adobe Photoshop, код деген мысалы сондай жазылып тұрады. Сіздер тек қана Adobe Photoshop деген таңдасаңыздар жеткілікті, қалғандарын таңдаудың қажеті жоқ. Енді кішкене күрделі болып кетеді олардікі. Қалғандарын мысалы код деген сияқты таңдайтын болсаңыздар, ол күрделі болады. Бұл жерден басқа аккаунтпен кірдім. Бұл аккаунт, сосын айта кететін жер, белгілі бір 15 күн, сондай 15 күнге дейін бесплатно, ары қарай платный болып кетеді. Сондықтан уақытты, сайтты дұрыстап пайдаланған дұрыстау деген бір аккаунт 15 күнге дейін. Мына жерде вот колледжде, мысалы мен колледж ретінде жаздым, project деген ішінде кіресіздер. Мына жерде плюстікті басасыздар, select деген таңдайсыздар. Сосын осы жерге жаңағы сіздер өздеріңіздің жасаған, мына жерде вот менде загрузканың ішінде мына жерде тұрады. Тарих дегенді әкеп мұнда қоямын. Мына жерде жазамын, мысалы не деп жазам? Тарих.
тарих дей салайын жарайды. Вот так. Қазір суретім жүктеліп жатыр. Барлығын толық істеп болған соң, айта кететін жай, толық істеп болғаннан кейін, жариялау бәрін сақтағаннан кейін, осы жерден QR кодтан жүктеп аласыздар. Вот біздің тарих дегеніміз шықты мына жерден. Open Designer дегенді таңдайсыздар. Сосын таңдағаннан кейін, мына жерде HK деген, HK емес, телефон таңдайсыздар. Осы жерде мысалы төменге түсесіздер. Сіздерге қалай тұрғаны ыңғайлы көрсету барысында. Соны көрсету керексіздер. Мысалы, маған вот это мен осыны пайдаланамын, осыны таңдаймын. Таңдағаннан кейін, вот, дәл осы жерге өздеріңіз суретті қосаңыздар болады, сурет қосаңыздар болады, немесе жаңағыда видео қоюға болады, YouTube-тан жүктеген видеоларыңызды. Мысалы, вот, мына жерден алып тастаймын. Бұл жерге мысалы мен өзім жүктеген жаңа 3D өзімнің аватарымды қоям. Мына жер 3D деген таңдаймын, браузер, медиа, кітапханам деген мысалы таңдайсыздар. Мына жерде вот загрузканың ішінде вот менің аватарым. Мұнда әкеп былай қоясыздар. Нәтижесінде ол мұнда келіп тұрады. Вот осында келіп тұрады. Вот жүктелді, енді таңдайсыздар. Select файлын өздеріңізге қажетті 3D-ді таңдайсыздар. Вот қойылып жатыр. Мысалы, енді бізге тарихқа қатысты керек, иә? Енді осы тарихқа байланысты бір видео жүктеп алайық. Тарих. Қазақстан тарих деп жазайық, иә? Тарих, картинка деген видеоның ішіне басамын. Осы жерде мысалы Қазақстан тарихқа байланысты өте қысқа бір видео болсын, не? Сәлеметсіздер ме, құрмет? Мысалы осыны таңдап алайын. Мына жерде мысалы подлиться деген бар, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен Қазақстанның ежелгі сосын мына жерге мысалы жазасыздар, YouTube видео скачать. Видео скачать деген таңдайсыздар. Мына бір сайтқа кіресіздер, бірінші тұрған. Осы жерге ссылкасын қоясыздар мына жерге. Ары қарай басасыздар. Мына жерде қазір видео шығу керек. Вот, Қазақстан ежелгі тарихы жүктеу деген басасыздар. Осыны күту керек. Қайттан жүктеу деген басайын. Реклама шығып кетті. Тағынан басайын. Вот. Видео жүктеу. Вот. Видеом Қазақстан ежелгі тарихы деген видеом жүктелді. Енді мынаны алып тастаймын осы суреттерді. Маған керек емес бұлар. Так, вот так. Жақындау келем. Так, мына жерде мысалы біздің адамымызды былай анимация деген мына жерден адам таңдағаннан кейін мына жерде 3D модель деген астында анимация ретінде таңдау керексіздер. Егер сіздерге сайт түсініксіз болатын болса, мына жерде 3 нүкте бар, перевести деп аудартып алсаңыздар болады. Енді мен мына жерде видео деген басамын. Кітапханаға медиа дегенге кіремін. Мына жерге енді өзімнің жүктеген жаңа Қазақстан ежелгі тарихын мұнда кеп қоямын. Вот, менің видеом жүктеліп жатыр мұнда. Так. Сосын, мысалы, Қазақстан тарихына байланысты, мысалы, енді бір тапсырмалар болсын, не? Жаңа ежелгі не болды бізде? Қазақстанның ежелгі тарихы. Е? Тарихына. Вот, енді біз осыны жазамыз Қазақстанның. Learn Apps-ға кірейік. Лучше, да? Вот так. Learn Apps. Осы жерге кіремін. Дайын тапсырма. Тапсырма системіне қосыламын. Мен сіздерге просто так көрсетіп жатырмын. Так, Қазақстанның ежелгі тарихы.
дұрыс жазып так тарихы. Вот так іздеуді басамын. Қазақстанның климаты дейді. Ежелгі және қазіргі адамдардың дейді. Қазақстанның ежелгі шығыс тарихы дейді. Так көрейік, кішкене біздің өзіміздің тақырыбымыз. Қазақстанның 7 кереметі дейді. Ладно, вот Қазақстан тарихы бар екен жерде. Жаңа сұрақ кішкене керек. Так, вот это. Қазақстанның 7 кереметі. Вот это. Мына жерде ссылкасын вот мына жерден алып кетем. Ссылкасын таңдаймын. И бізде вот бізде видео әлі жүктеліп жатыр екен. Так, жүктеліп жатыр. Так, мына жерге қазір көретірем. Button деген мына жерде мысалы кнопка бар, яғни кнопка ол түйме деп қазақша аударылады. ABC дегеннен таңдайсыздар, мысалы кнопканы, бір кнопканы. Вот так. Мыналарды алып тастаймыз. Мыналар бізге керек емес. Мынаны таңдаймыз. Жоғарыға былай көтерілеміз да. Мына қалай тұр өзі? Нормально вроде. Так, енді енді мына жерде мысалы размері қанша болу керек? Мысалы 45. Ого. Вот так. 45. Мына жерде текст деген таңдайсыздар да. Текстте мына жерден ABC-ны алып тастайсыздар. Бұл жерде бізде не болады? Бұл жерде бізде болады жаңағы тапсырма. Е? Осылай болсын. Тапсырма. Текстін кішкене көрмей қалды текст. Размерін үлкейту керек. Так, 9 болсын. Ой, назад. Еще назад. Назад. Все. На жерге. Тоғыз. Қай. В принципе, кішкене тағы қосу керек, е? Вот 10 болсын. Міне так 10 болды. Енді так action деген мына жерді басасыздар да. Add new action, яғни жаңа әрекет қосу. Қазір әрекет жоқ, бізге ссылканы қою керек. Ол үшін мына жерде вот веб сайттың ссылкасын қою керек. Қысқасы мына жерде ұстап деп қоясыздар. Вот. Все. Сайттың ссылкасы қойылды. Өшіріп тастаймын. Тоже керек емес. Енді сіздер тек қана осылай тұрмау үшін, мысалы қасына тағы бір сәндеп қоюға болады. Мына жерде мысалы қыздың қасына ағаш тұрсын, мысалы, е. Вот так. Жалғыз өзі тұрмасын. Вот так, мысалы қыз ағаш тұрды. Мына жерде сурет әкеп қоюға болады. Біздің видеомыз не болды екен, қазір көрейік. Ой. Вот мына жерге қойлайын деп жатыр. Мен қазір оны жоғарыға апарып қоямын. Вот. Мына жерге жақындатамын. Так.
Енді осы видеоның несі істе керек, бізге кішкене размерін үлкейту керек, иә? 75 емес, бір 85 болсын. Да, 85 нормально болатын. Осылай видео қоюға болады. Сосын осы жерге сурет қоюға болады. Ежелгі тарих. Қасын тарих, картинка деген таңдасылайым. Вот, мына бір суретті кеп қояйын. Сохранить картинка как деп көрейік. PNG, так, загрузканың ішіне сақтап қойсайын былай. Вот. Так. Вот это. Енді бізге сурет деген таңдаймын осы жерден. Біздің суретіміз, вот, мына жерде браузер медиа, яғни кітапхананың ішін таңдау деген таңдаймыз. Мына жерде мен суретті мында кеп қосыламын. Вот так. Вот это сурет. Күтеміз. Сосын біз мысалы тапсырмаға істедік, кері байланысқа өздеріңіз мысалы Google формада қоймады. Басайын тағы суретті. Вот, мына жерге қайда қосақ болады? Мына жерге қосайын. Так, енді сурет үлкейту керек бізге. Бір 55 десек қалай болады екен. Мынау маған тапсырма деген кішкене бір басқа жерде тұру керек сияқты, Так, кішкене видеоны былай көтеремін. Тапсырма дегенді жоғарыға, суретті жоғарыға шығарамын. Вот так. Тапсырманы төменге түсіремін. Енді мына жерге мысалы кері байланыс қосуға болады, Так, ол үшін вот біз істейміз, кнопка деген қайтан таңдаймыз. ABC дегеннен таңдаймыз, мұнда кеп қоямыз. Так, сайтынан жоғарыға көтереміз. Былай керейін. Алға. Все. Так, қателеспесем бір 50 болды, да, ну? 45 болыпты. Так, мына тоже 45 істейік. Бірдей болсын. 45 де болса істейсіздер. Текст деген таңдайсыздар. Мына жерде ABC-ның орнына кері байланыс деп жазайық. Кері байланыс деп жазуға болады, немесе басқа бір ссылкаларды жаңағыдай көрсетіп кетуге, кері байланысқа мысалы Google форма арқылы кері байланыс жасауға болады. Мына жерде бір 10 болсын. Мынаны вот так алып тастаймыз. Вот так. Енді осылай істеп болған соң, кері байланысқа енді бізге не керек? Бізге Google форма керек. Осы жерде істеп кете салайын енді. Вот, мына жерде диск деген таңдаймыз. Так, диск таңдаған соң, вот мына жерде создать деген басамыз. Google форма деген таңдаймыз.
Енді осы жерге мысал жазамыз. Кері байланыс. Мынаны алып тастаймын. Мына жерге мысалы бізге олар өз ойларын жазу керек. Текст абзац деген таңдай салам. Мына жерге сабақ сіздерге ұнады ма? Деп қалдырамыз мысалы. И осы жерде вот открыть доступ деген таңдаймын. Осы жерде у кого есть ссылка деген таңдаймыз и готово дегенді басамыз. Мына жерде вот опубликовать дегенді басамыз. И мына жерде ссылканы алып кетемін. Вот енді мына жерге келемін. Тарихқа кері байланыс деген келемін. Төменге түсемін. Action деген бөлімде қандай іс-әрекетті орындау керектігін көрсетемін. Вот мына жерде вот веб ссылкасын қойып кетемін. Google дейді. Өздерінің ойларын, сабақтағы ойларыңыз жазып кетесіздер деген ойдамын. Осылай сіздерде YouTube-қа ссылка және де YouTube-ның видеосына кеп қоюға болады, немесе YouTube-қа ссылка көрсетуге болады. Немесе осылай басқа бір LearnUp немесе басқа да бір сайттардың ссылкаларын осында қоюға болады. Кері байланыс жасап, басқа да 3D формаларды жүктеп, өздеріңіз қалай идеяларыңызға байланысты қойсаңыздар болады. Сосын мына жерде сурет вот көріп тұрғаныңыздай мына сурет қоюға, видео қоюға, 3D бәрін тексттерді қоюға кнопкаларды пайдаландық. Так, осымен бітті. Енді мына жерде жариялау деген, алдын ала көру деген бассаңыздар болады. Мына жерде QR кодпен алдын ала өздеріңіз тексеріп алсаңыздар болады. Бұл жерде қазір QR код шығады. Вот. QR кодпен өздеріңіз тексеріп аласыздар. Сосын мына жерде жариялау деген мына жерде жасыл түсті болады. Вот соны жариялауды басасыздар. Сіздердің жұмыстарыңыз дайын болады. Бұл кодты енді кодты бізге алу керек болады. Қазір жарияланып болсын. Вот бізде QR код шықты деген сөз. Енді жүктеу деген мына жерге барамын, бастым. Мына жерге PNG деген таңдаймын. JPEG деп. Мына жерге скрин жасап аламын. Скрин жасағаннан кейін, клавиатурада скрин деп жазылып тұрады негізі. SK деп скрин деп ағылшыншалап жазылып тұрады. Сосын енді осы клавиатурада Ctrl-V-на басам, вставить етіп қоямын. Чтобы QR кодымызға зиян тимеу керек. Сосын так мына жерде вот QR кодты кесіп аламын. Canva арқылы вот так. Сосын мына жерге былай. Енді осы QR кодты так мына жерге қойып қоямыз. Все. Енді бөлісу деген таңдайсыздар да. Жүктеп алу деген басасыздар. Жүктеп аласыздар осылай. Сосын осыны Word-қа немесе PDF форматта жүктей берсеңіздер болады. Мысалы Word деп таңдаймын міне сіздерге. Вот мына тарих деген әкеп былай тартып аламын да. Мына жерге Word-ға былай таса саламын. Вот өзінің формасын сақтап тұрады. Енді копировать етемін. Вставить етіп қоя саламын осылай. Арасын кішкене ашуға, чтобы қайшымен кескен кезде ыңғайлы болу үшін. Осылай. И так, еще. Вот. Бізде осылай төртеу дайын болады. Сосын оны шығартып алсаңыздар болады. Осылай.